Дәл қазір біз мен сіздерге алдыңғы жолы айтқан бір көлікті көруге кетіп бара жатырмыз. Ал енді оның қалай алатынымызды, соның бәрін қазір ойласып келе жатырмыз. Асан, мен қазір ойлағам ғой. Барып, ешкім қарамайды, қазір машинадан түсеміз да, бәріміз. Мен айтам, ана кісіге шақырам, Бекзат шақырып береді маған. Бекзат, сен көрдің ғой алдында өзім жүргенін, несі қалай? Шірген жері тек капотында ғана, астында крыло жағында. Артқы есігінде, неге жақында, балонға жақын жер сол жағында. Жалпы жаңа маған жіберген несінде Бекзат маған WhatsApp-қа жіберді, осы суреттерін анауына. Жалпы ұнады машина негізінде ше. И бағасы да ұнап тұр, бірақ бағасын бәрібір де түсіру керек. Өйткені нарықта одан да арзан тауға болады. Бірақ дәл осы машина білмеймін, алу керек сияқты болып тұр маған өзіме тиіліп ше. Бағасын оның Бекзат айтады 650 дейді. 650-ге берем деп айтып жатыр дейді. Енді қара, бір қызық момент мынандай. Мен қазір түсеміз ғой бәріміз. Түсеміз ғой. Сол кезде ана кісіні Бекзат егесін шақырады маған. Мен ой егесіне былай айтпақшы. Аға, міне 500 теңге сразу берем, машинаны алып кете берейік деймін. Еш нәрсесін тексермеймін осы на месте. Мен сізге ешқандай, енді білмеймін, ол кісіде күмән болуы мүмкін ғой. Бірақ қалай ойлайсың, келіседі деп ойлайсың ба? Асан, қалай ойлайсың сен? Келісетін сияқты мен ойымша. Негізі 650 ма бастапқы бағасы? Білмеймін, Бекзатқа 650-ге берем деп айтты. Ал ана сұрасам, айтады, ана не дейді. Енді түсетін сияқты дейді Бекзат, өзің сөйлесіп көрші, түсетін сияқты дейді. Үш адам қазір береді деп тұр, үш адам примерно бермейді деп тұр. Енді біз барғанша періште аумин деп кетіп алып кетсек қайтесің. Бірақ алсақ біз қазір 500-ге алатын болсақ, біздің қосымша тағы 65 мың теңгеміз қалады. Енді көрмей алып отырмыз ғой, мүмкін қай жерін бір жері шығып қалуы мүмкін. Сол 65 мыңды сол машинаны жөндетуге ішіне салып жіберсек болады. Жалпы достар, біз қазір жаңағы идеямыз ұнаса, міндетті түрде лайк басыңыздар. Біз қазір бірер минуттан кейін ол кісіні осы идеямызбен көндіріп көреміз. Ары қарай қазір машинадан түскеннен кейін ана кісімен сөйлесіп отқанда көресіздер. Қалғытсын береді ме, өлейін ба? Беретін сияқты. Yok, көттің ме? Тілегім өтінейдің. Точно адрес қай жатыр ғой? Жоқ, еще не бар ғой? Біз негізі күндіз келіп көрсек па деген едік. Бұл кісі күндіз үйінде болмайды екен. Сен осы субботаға келіп тұр, сенбіге келіп көретін. Негізі күндіз көрсең, конечно. Қазір менің вообще осы көлікті көріп бастағаннан бері алдында десятканы саттық қой біз. Сол кезде адамдардың сұрайтыны қазақ па, орыс па? Уже сондай болып кеткенде біз осы Қазақстанда тұрамыз да, бірақ біздің автопромда қазақ бар, орыс бар, армян бар, қырғыз бар. В общем, скоро ұлттың бәрі осы жерде, барлық елдің машинасы осы жерде жүреді. И машина анау неде базарға барып машина көрген кезде мынау бүйтіп бөліп қоятын шығар. Армянский машиналар, мына жерде қырғызский машиналар, мына жерде қазақ, мына жерде орыс деп. Сондайға да сәл-ақ қалды жетуімізге. Еще именно осы десяткаларды сатқан кезде мына Россиядан көп келеді ғой бізге қаз. Содан өлейді. Алып келгенде машина типа жақсы состояниясы. И өзінде Қазақстанның документтері сол машинаның. И соған типа ауыстырып ала салады, нөмірін салып ала салады, сонымен сатып жатыр ма деп ойлап қой. Осы адамдар уже қазір машинаны сұраған кезде сен күмәнмен да, мысалы мен любой сен қазір келесің, бір адам машина сатып жатыр, сен келген кезде ол саған бір алдап тұрған сияқты да, бір нәрсесін. Уже адамдардың ойы сондай болып кеткен да. Ассалаумағалейкум.
Ассалаумағалейкум. Қалайсыз? Қалдарыңыз қалай? Амансың ба? Иә? Иә, жоқ, мен снимать етеді сізді емес. Машинаңыз көрейік деп келдік соны. Бекзатқа айтқан екенсіз ғой, сатып жатырмын деп. Иә. Қандай положениесі бар? Смысле, қандай положение? А? Қалай положение? Қандай положениесі бар деймін? Вообще, да. Ой, көп положение. Не істету керек? Ходовкаға, неде, кузовқа. Мен суреттен көрдім. Яғни Примерно алдында сіз көрсетіп кеттіңіз ғой. И примерно қанша болады деп жатсыз бағасын? 800. Ну там кішкене подвинусь. Қанша болды кішкене? қанша түсіресіз? Окончательно. Просто мен уже каризма деген соң колесоның бәрін ақтап тастадым. Примерно бағасын да вообще біліп тастадым деймін да. Просто сіз алдында Бекзатпен сөйлескеннен кейін примерно енді келісуге болады дегеннен кейін келіп тұрмын мен осы жерге. Мына жерде мотормен привозной Германиядан алып келдім. Мотормен коробкасы ғана нормально деді ғой, Иә. кузовта бәр жерінде бар деді. Иә. Бопты, қазір біз ақтармай қояйық, сіз бағаңызды айтыңызшы, қанша деп жатсыз конкретно? Мынаған алып кет деп. Мына жерде ходовка кішкене там саленблок қана только болды. Қанша дейсіз енді бағасын? 850 болды. Төмен жоқ. Кеше просто мына жерде бір көршім бар. Ол да короче. Қарап отыр ма? Алып кетпесең, короче. Алып кетемін. 850 ма? 750. А так отыр, кәдімнен. 650 тема ол кіммен болды? Онда вообще әңгіме. Ты что, жалко ғой мынандай машина? Мен вообще білмеймін. Даже близко. Миллионда жақсы. Жақсы сатып жіберіңіз. Өздеріңіз көргендей, басында мен ініме 650 деген, қазір болса 800, 850, 700, өз білмейді қанша баға сатып жатқан. Басқасын іздейміз. Кеттік. Енді өздеріңіз байқағандай біздің жоспар жүзеге аспай қалды. Гитлер ана жерде шок болатындай планмен келіп тұрады ғой. Машинасын колесода біз қарадық. Колесода средний бағасы где-то нормально, без вложения, нормально жүріп тұрған. Кузов более-менее ровный, ол где-то миллион тұрады екен, 900 миллион. Ал мынау болса алдындағы лонжероны кесілген. В общем, еще кузовы әртүрлі цветте. Жоқ, машинаны жамандап отқан жоқпын, егесінде жамандап отқан жоқпын. Жалпы деймін да, негізі просто адамдар өз машинасын қазір бар ғой, өте қатты бағалайтын болған да. Как будто бір жұрттардың бәрі қымбат сатып жатса, мен неғып қымбат сатпаймын деген бір понятие сондай бір қалыптасқан сияқты. Енді біздің машина іздеген екен, ол машина іздеу әрдайым қиын болады. Жақсы варианттарын табу. Осындай моменттер сіздермен бөлісіп тұрамыз. Бірақ алдағы уақытта уже басқа да варианттар шығып тұр. Біз соны көріп, міндетті түрде алатын боламыз. Басқасын